Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі әдемі үйдегі бар заттармен қол жетімді салат дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен ет, жұмыртқа, қызылша және де картоп, пияз, сәбіз қажет және де майонез. Барлығын осылай алдын ала суға пісіріп дайындап аласыздар. Және де пиязымызды майдалап турап, ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз және де тұз, құмшекер саласыздар. Енді суын төгіп 5-10 минуттан кейін осылай барлығын терканың майдасынан өткізіп аласыздар. Алдын ала барлығын осылай дайындап алған ыңғайлы. Енді осылай барлығын бір тарелкаға салып шығатын боламыз. Домалақ немесе 4 бұрышты формада жасап жүрсеңіздер болады. Мен осылай домалақ етіп жасағым келіп тұр. Ең алдымен картопымызды салып, барлық шетіне бірдей етіп жайып шығасыздар. Және де бізге майонез қажет. Осылай барлық шетіне бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Майонез қанша қоссаңыздар да өз еркілеріңізде. Және де қасықпен осылай барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Толықтай жағып алдық. Енді бізге ет қажет. Еттің орнына селедка балығын және де тауық етін қолдансаңыздар да болады. Етімізді осылай барлық шетіне салып шықтық. Енді тағы да майонезбен осылай видеода көрсетілгенде жасап шығатын боламыз. Майонез көп салудың қажеті жоқ, өйткені ара-арасына қосқаннан кейін дәмді болып шығады. Енді пиязымызды салып шығатын боламыз. Пиязымыз кішкене өліп, өте ерекше дәм беретін болады. Осылай барлық шетіне салып шығатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналыма күнделікті жаңа рецептер шығатын болады. Каналымда салаттардың рецептері өте көп. Осылай барлық шетіне салып шықтық пиязымызды. Енді тағы да майонез. Және де бізге енді қызылша осылай барлық шетіне салып шығатын боламыз. Және тағы да майонез салып шығатын боламыз. Енді майонезімізді осылай барлық шетіне жақсылап жағып шығатын боламыз. Енді бізге жұмыртқа қажет. Сарысында, ағында осылай бірге теркадан өткіздім. Енді барлық шетіне жайып шығатын боласыздар. Бұл салат өте пайдалы әрі өте дәмді. Және де ең соңғы осылай майонезді жағып шығатын боламыз. Және ең соңғы бетіне осылай сәбізімізді қойып шығатын боламыз. Сәбізді толықтай барлық шетіне жауып шықсаңыздар да болады, немесе осылай тек қана бетіне ғана. Енді бетін майонезбен сәндесеңіздер болады. Қалай сәндесеңіздер де өздеріңіздің фантазия идеяларыңызға қарай. Немесе бір шекілей сәбізді алып, толықтай пісірмей, орап, роза гүл жасасаңыздар да өте әдемі көрінеді. Осылай шет-шеттерін тегістеп, осымен біздің салатымыз дайын. Өте керемет, әдемі болып шықты. Дәмі деген енді сөз жоқ. Кез келген адамға ұнайтыны сөзсіз. Сіздерге видео ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алда қандай салаттардың рецептісін салайын, жазып кетіңіздер. Осылай бірнеше бөлшектерге бөліп, турап қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Баршаларыңызға ас болсын.